Рухтың жұмысын қалай көресіз? Рух көзге көрінбейді деп ойлаймыз. Ал шын мәнінде рух белгімен, сезіммен, ішкі қозғалыспен сөйлейді. Аспандағы ағыстер жай ғана бұлт емес. Жүрекпен қараған адамға рухтың ізі. Мен рухтың жұмысын өз өмірім арқылы таныдым. Алғаш терапияға барғанымда бар ойым біреу ғана еді. Қызым Салтанаттың шыбын жанын аман алып қалу. Дәрігерлер қолдан келмейтінін ашып айтқанда, ана жүрегі жауапты тылсымнан істейді екен. Нұртасушы Фарида қыздан естіген сөздер алғашында ауыр тиді. Сізде ата-бабадан берілген қасиет бар. Қабылдамай жүргеніңіз үшін бір жағдайлар қайталанып келеді. 2 рет. Әлі дайын емессіз деді. Ал 3-ші рет дайынсыз дегенде мен барлығын алғыспен қабылдадым. Себебі бар ойым балаларымды аман алып қалу еді. Бірақ жаратушының жоспары пенденің тілегінен биік екен. Қызым Салтанатпен 2 ұлым бұл дүниелік сынағын аяқтап, мәңгілік мекеніне аттанды. Олар менің жүрегімде ғана емес, рух әлемінде де өз миссиясын орындаған жандар. Мені сол жолға алып келген қызым Салтанаттың рухы екенін енді ғана терең түсініп келемін. Олардың кетуі жаза емес, әулетті ояту үшін болған қасиетті құрбандық екенін жүрек сезе бастады. Пенде болған соң, неге ертерек түсінбедім деген ой мазалайды. Ерте оянғанымда балаларым аман болар ма еді деген сұрақ мазалайды. Бірақ қазір білемін, бәрі ұлы жаратушының жоспары. Менің міндетім физикалық денеммен болу керек жерде болу. Ал негізгі жұмысты құдайлық жоғарғы рух атқарады. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Неге ауырып жүрмін? Неге қарыздан шыға алмай жүрмін? Неге жақындарым қиналып жатыр? Жауап ішіңізде. Рух айқайламайды. Ол белгі береді. Түс арқылы, сезім арқылы, жүрек арқылы сөйлейді. Осы тылсым тілін түсінуге көмектесіп жүрген рухани ұстазым Нұртасушы Фарида қызға алғысым шексіз. Мен секілді кеш оянбай, уақытында жүрекпен тыңдай білгеніңізді тілеймін. Сырттан емес, іштен іздеңіз. Рух әрқашан сізбен, ол мәңгілік.